Банан мен шоколад ұрысып қалды. Всем привет, қалайсыздар? Бүгін бір бала шағама банан в шоколаде жасап берейін деп ойлағанмын ғой. Сөйтіп мен қазақстанский шоколад алмадым ғой, менде микроволновка жоқ, оны ыдысқа салып бүйтіп ертіп жүрем ба деп пакеттегі Яшкинаның шоколадын алғанмын. Ыстық суға саламын, сосын үстіне құя саламын деп. И план не сработал ғой. Алып құйдым, кесіп, одан кейін біз оны холодильникке, то есть морозильникке салып қатырдық. Көп уақыт қойған жоқпыз, бірақ біз морозильниктің скоросты 7-де да істеп тұрады. Сонымен, в общем, не керек, қатып болғаннан кейін алып енді жеп көрейік десе, қызықтың көкесі сол жерде басталды ғой. Ожидание реальность болды ғой. Әйтеуір бала-шағаға шоколад болса болды ғой, мәз ғой олар. Өзімше ұялып қалдым да, бала-шағама айттым, уәде беріп, келесі жолы күшті қылып жасап бер. Мамаларың енді кондитер емес қой, ондай ханның да қызында болып тұрады деп. Сонымен, оказывается, бұндай шоколадпен болмайды екен. Еще мен алғамда кете бергем ғой, мынаның ішінде бисквитный дрожжи бар екен ғой. Онымен ол үшін болмайды екен. Валя, банан в шоколаде осы болды. Бірінші өзім жеп көрейін деп вилканы салсам, бананы бір жақта, шоколады бір жақта жүр ғой, мыстықтар. Әйтеуір бала-шағасы бар үйде банан мен шоколад қалып қалмайды ғой, жеп қойдық. Кім жақсы конкретно четко рецептін біледі, бөлісіп кетсеңіздер, келесі жолы әдемі қылып жасап түсіреміз.